Турнир тікелей эфиріндегі жанжал, Бэтбум Дачаның нәтижелері қандай? Қазақстан Global eSports Games сахнасында. Сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Біз киберспортқа қатысты жаңалықтарды айтамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Бүгінгі 14-ші шығарылымның демеушісі Kingston Fury компаниясы. Айта кетейік, осы компанияның атынан біз сыйлықтар салынған сөмкені бүгін тағы да ойнатамыз. Ойын шартын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Одан бөлек өткен аптада біз HyperX компаниясынан ойын шыққанын ойнатқан болатынбыз, және оны кім ұтқаны белгілі. Оны бүгін жаңалықтарымыздың арасында айтамыз. Соңына дейін көріңіздер. Ал өткен аптадағы ұтыстың нәтижелеріне тоқталайық. Біз өткен аптада HyperX компаниясынан ойын шыққанына ұтыс жариялаған болатынбыз, және оған сәйкес біздің 13-ші шығарылымның астындағы комментарийде ең көп лайк жинаған қатысушы жеңімпаз атану керек еді. Қазір бірге қарайық. Міне біздің 13-ші шығарылым. Комментарийлерді ашамыз. Бір көз жүгіртіп өтсеңіздер, өздеріңіз қарап отырған болсаңыздар, бұл жерде 140 лайк жинаған комментаторымыз бар екен. Ол Predator Daniel DMX 1457 атты пайдаланушы. Мінекей, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Сіз HyperX компаниясының атынан ойын шыққанын ұтып алдыңыз. Ал біз бұл сыйлықты сізге бере алуымыз үшін біздің Instagram парақшамызға немесе YouTube'тағы өзіңіздің комментарийіңіздің астына электрон поштаңызды қалдыра кетіңіз. Paragon студиясы келесі жылдан бастап қазақ тілінде хабар таратады. Команда бұл туралы өздерінің бейнероликтерінде жариялады. Клипте Кастер, Мейлштром, Шарын каньоны, Бешбармақ және Көлсай көлі туралы айтты. Айтпақшы, олар тіпті айдың басында өздерінің телеграм арналарында қызықты бір нәрсенің болатынын жазған еді. Сіздер үшін Қазақстанның кейбір керемет жерлерін түсірдік деп қалдырған екен. Енді келесі жылды асыға күтеміз. Қазақстанның eSports сахнасында тағы бір қызық шара. Эр-Риядтағы Global eSports Games 2023. PUBG Mobile және Dota 2 бойынша қазақстандық командалар қатысатын бұл жарыс әлемдік eSport федерациясының флагмандық іс-шарасы. Dota 2 бойынша капитан Невада басшылығымен Violent, Vendetta, Игор Демон, Тоши және Leroy 01-нан тұратын Қазақстан құрамасы Түркияға қарсы матчтан басталатын ойын сериясында бақталасады. PUBG Mobile бойынша ойындар 14 және 15 желтоқсан аралығында өтеді. Онда Flash, Attacker, Stizy, ETN, Classic және Айлин ойыншылары бақ сынасады. Ойыншылар Қазақстанның атынан жоғары деңгейде ойын көрсету үшін барын салады. Біз киберспортшыларымызға сене отырып, оларға шын жүректен сәттілік тілейміз. Pinger Pro'дан керемет жаңалық. Турнир операторы Counter-Strike 2 бойынша жаңа өзіндік серверлер жүйесін ұсынды. Компания ESL Pro League-тің 18 маусымында жаңа ойынға көшу кезінде кездескен қиындықтар туралы және осыған байланысты қандай шешімге келгені туралы айтты. Pinger Pro толықтай жеке CS2 серверлер жүйесін шығарды. Әзірге жоба бета-тестілеу сатысында. Жүйе шутерге бейімделген және үнемі жаңартылып отырады. Серверлер Thunder Robot Cup 2023 турнирінде тексерістен сәтті өтті. Ал енді Pinger Pro алдағы уақытта барлық турнирлерде, соның ішінде жақында болатын Аламан Қарағанды турнирде осы жаңа серверлерде өткізілетінін хабарлады. Айтпақшы, жалпы қоры 1.200.000 теңгені құрайтын турнирдің офлайн, яғни LAN финалы 15 желтоқсанда Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында жоспарланған, және онда Авангар, ТЭМ командалары бақ сынасады. Командаларға сәттілік тілейміз. Назарларыңызға Pinger Pro'дан Казнеттің қараша айындағы үздік стримерлер рейтингін ұсынамыз. Ватсон әлі де көш басында. Өткен айда ол 70 сағаттан астам стрим жүргізіп, 200 мыңға жуық қаралым жинаған. Ватсоннан кейін тізімде PUBG Mobile стримері Казанбас тұр. Портал стримердің еңбекқорлығын атап өтті. Бұны оның рейтингте алдыңғы қатарға өте жылдам шыққаннан байқауға болады. Сенесіз бе, ол камераның алдында 220 сағат бойы стрим өткізген. Ал Мұханжан рейтингте 3-ші орынды иеленді. Айтпақшы, соңғы уақытта ол стримде айтарлықтай аз уақыт өткізіп жүр. Team Spirit керемет ойынымен таңғалдыруды тоқтатар емес. Олар CS2 бойынша Бэтбум Дача турнирінің финалында 3-2 есебімен Virtus Pro командасын жеңді. Шоппер бастаған команда бірінші орынды алып, $180 мың иеленсе, екінші орындағы Virtus Pro тек $60 мың ғана алды.
16 жастағы киберспортшы Данил Дон Кришковец Бетпум Дача КС2 турнирдің топтық кезеңінің үздік ойыншысы, яғни MVP атанды. Ешал ТВ сайтындағы мәліметтерге сәйкес, топтық кезеңдегі Донгтың орташа рейтингі қазір 1,38 болып тұр. MIBR ойыншысы Брена Бернзен Палеттоның да көрсеткіші дәл осындай болғанымен, Донг одан қосымша критерийлер бойынша оза түскен. Рейтингте 3-ші орынды, орташа рейтингті 1,28 болған Дэвид Норберт Даниэлен иеленді. Бетпум Дача бойынша Cloud9 нәтижелеріне тоқталайық. Турнир қорытындысы бойынша Cloud9 5-ші және 6-ші орынды алды. А тобының соңғы матчында бұлтылар Бетпум командасынан жеңіліп, плей-оффқа өте алмады. Бетпум тим капитаны Нафани матчтың нәтижесі туралы өз пікірін білдірді. Cybersports.ruға берген сұхбатында Нафани өзінің Константин Гуф бикинермен тәжірибесі арқасында пулдағы карталардың қандай болатын білдім дейді. Айта кетейік, бұл жерде Гуф бұлтылардың капитаны. 13 желтоқсанда Blast Premier World Final 2023 турнирі басталды. А тобында Cloud9, ENCE, Navi және Vitality командалары, ал Б тобында Face Clan, Mouse, Heroic, G2 eSports командалары бар. Турнирдегі кейбір командалардың құрамы өзгертілген, соған қарағанда ойын өте қызық болатын сияқты. Бірақ сарапшылардың пікірінше чемпион титулына басты үміткерлердің бірі Cloud9 командасы. Бұл команданың басқалардан бір артықшылығы, Бетпум Дача турниріндегі орташа нәтижеге қарамастан Cloud9-ның құрамы тұрақты. Ал команда капитаны Бумыч бұған дейін 2020 және 2021 жылғы Blast Premier World Final чемпионатына өзінің алтын құрамына, яғни Навиге жеңіс сыйлағанын білеміз. Ал биыл қалай болар екен? Біздің арнамыз eSports әлемдегі жаңалықтарға арналған, естеріңізге сала кетейік. Ал біздің серіктесіміз сіздің технологиялар әлемдегі сенімді көмекшіңіз Kingston компаниясы. Kingston компаниясы біздің өміріміздің, жұмысымыздың және ойын-сауықтың ажырамас бөлігіне айналған инновациялық шешімдерді ұсынады. Дербес компьютер өндірісіндегі және бұлттық хостингтегі әлемдік көшбасшылар таңдауы Kingston және біз олардың ынта жігерінен шабыттанып сіздер үшін контент жасап, осы орайда тіркелушілеріміздің арасында сыйлықтар ойнатамыз. Dota 2 бойынша тағы бір үлкен турнир. Малайзияда 11 желтоқсанда ESL One Kuala Lumpur 2023 басталды. Бұл инттан кейінгі алғашқы ірі турнир. Қазірдің өзінде кастерлер өздерінің сүйікті немесе көңілі қалған командалардың тізіммен бөлісіп жатыр. Мәселен, Владимир Мелшторм Кузьменов А тобынан Azure Ray және Blacklist International, сондай-ақ Bad Team және Gladiators командаларын атаған екен. Ал Б тобы бойынша кастерді Team Falcons та таңғалдырған. Бірақ Nine Pandas командасы көңілін қалдырғанға ұқсайды. Сондай-ақ оның пікірінше бұл турнирдегі қытайлық командалардың жағдайы, дайындығы нашар. Басқа кастерлер Мелшторммен келісетін сияқты. Мысалға Dota 2 стримері және талдаушысы Ярослав НС Кузнецов Falcons командасының батыл екенін атады. Скринде Falconsты мақтаса, Nine Pandas және LGD командаларынан көңілі қалғанын айтты. Ал сіз қай дисциплина бойынша қай команданы көбірек жақсы көресіз, кімді қолдайсыз, осыны комментарийге жаза кетіңіз, және біз жеңімпазды келесі аптада рандомайзер арқылы анықтайтын боламыз. Ал сыйлыққа Kingston Fury компаниясынан осындай сыйлықтар салынған сөмке, және бұл жолы ең басты сыйлық Kingston Fury компаниясынан осындай қатты диск. Сыйлықтарды атап өтетін болсам, жапсырмалар, арнайы стикерлер, футболка, және сізді қыста жылытатын бас киім, смарт термос, және Kingston Fury компаниясының логотип бар осындай телефонға арналған қойғыш, саптаяқ. Және осы сыйлықтардың бәрі салынған сөмке. Және ескере кететін жай, бұл ұтысқа қатысыңыз келсе, сіз біздің YouTube арнамызға міндетті түрде тіркелген болуыңыз қажет. Бәріңізге сәттілік. ESL One Kuala Lumpur 2023 турнирінің орыс тіліндегі трансляциясында қанша қазақстандық жұмыс істейтінін білесіз бе? 20 талдаушының, комментатордың және контент-мейкердің арасында біздің 4 отандасымыз бар. Мысалы, контент бойынша Айгера Дунаймен жауапты, және Исламбеков Аров Шаудырбаев, Владислав Блак-Архангел Иващенко және Темірлан Кавай Сокс Таттыбеков атты киберспортшылар да бар. Тундра eSports ұйымы алдағы Dota 2 жарыс маусымына жиналған жаңа команданың құрамымен таныстырды.
Екі ресейлік ойыншысы бар Undying командасы Tundra eSports басшылығына алынды. Undying командасының мүшелері ресми хабарландырудан бұрын Tundra eSportsке командаларды тіркеу сайты арқылы қосылған екен. The International 2023 аяқталғаннан кейін Tundra eSports'тың бұрынғы құрамы тарап, ойыншылар басқа командаларға кетіп қалған. Бұған дейін Undying командасы TSM атынан ESL One Kuala Lumpur 2023-те Солтүстік Американың іріктеу ойындарында жеңіске жеткен. Алайда 5 желтоқсанда клуб енді бұл ростермен жұмыс істемейтінін хабарлады. Осыдан кейін команда Team Undying тегін қайта алып, қазіргі уақытта Tundra eSports'тың мүшелері болып отыр. Ал енді өсек тайм. Киберспорттағы тағы бір жанжал. Солтүстік Американың FlyQuest командасы ESL Impact League әйелдер турнирінен шығып қалғаннан кейін турнир жүргізушісі Hedge Black атты комментаторды студиядан қуа бастады. Оның сөзінше комментатор ештеңе түсінбейді. Тікелей эфир кезінде комментатор Black матчты қорытындылай келе FlyQuest командасы өте нашар ойын көрсеткен деп айтқан екен. Ал бұл сөздер Hedge'дің ашуына тиген көрінеді. Студиядан кетуіңді сұраймын, айтқан сөздерің маған ұнаған жоқ. FlyQuest'те өте керемет қыздар. Олар қолдарынан келгеннің бәрін жасады және Солтүстік Америкада өткен маусымда керемет нәтиже көрсетті. Қолыңнан келсе, өзің барып ойнап көр. Британдық журналист Ричард Льюис бұл жағдайға қатысты өз пікірін білдіріпті. Ол эфир кезінде мұндай жағдайлар болмау керек дейді. Оның сөзінше студия мүшелері әріптестерінің беделіне нұқсан келтіретін сөздер айтып, тіпті студиядан қууы өрескел қателік. Ал бұл жағдай туралы сіз не ойлайсыз? Faceit біраз елдер үшін Counter-Strike 2 бойынша мәскеулік серверден ойнау функциясын алып тастады. Бұл ақпарат CS2 News Telegram арнасынан алынды. Платформа әкімшілігі бұл туралы ресми түсініктеме берген жоқ, бірақ бұны жеке деректердің тарап кетуінен сақтанғысы келген украиналық ойыншылар талап етті деген нұсқа бар. Бұл шара Ресейдің шетелдік IT компанияларға қатысты локализация заңына байланысты болуы мүмкін. Мәскеу серверлері Faceit платформасына 28 қыркүйекте Counter-Strike 2 релизімен бірге қосылды. Бұл сервер Ресей мен Қазақстан ойыншылары үшін ойын барысында пингтің төмен болуына көмектескен анық. Ятораның Twitch'тегі парақшасы бұғатталды. Team Spirit ойыншысының бұған қапалы екен анық. Киберспортшы бұл қанша уақытқа созылған әлі айтқан жоқ, бірақ жанкүйерлер ол тыйым салынған сөзді эфирде айтқандықтан бұғатталды деп болжап жатыр. Стример Benz порталының мәліметіне сүйенсек, бұл Ятораның 2022 жылдан бері бірінші рет бұғатталынуы. Біз Сайбералан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарымдарды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.